Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымын стандарттау және сертификаттау институтының жұмысына арнамақпыз. Бұл жерде құжаттар лифттік кардекс құрылғысында арнайы 15 градустық температурамен сақталады. Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитеті және Қазақстанның стандарттау және сертификаттау институты ел экономикасының артуына зор серпін беретін мемлекеттік кешен. Негізден еліміздің экономикасын арттыру, жоғары деңгейге көтеру, бизнес өкілдеріне, кәсіпорындарға көмек көрсету, елімізде әзірленетін ұлттық стандарттардың талаптарының халықаралық нормаларымен сәйкес келтіру, солардың деңгейіне келтіру мақсатында 2005 жылы 11 шілдеде 718 Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпараттық орталық құрылды. Институттың негізгі міндеті өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 2011 жылы нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры құрылды. Қазіргі таңда қорда мемлекеттік, халықаралық деңгейдегі 68500 құжат бар. 2012 года у нас были установлены вот такие системы хранения. 2012 жылдан бастап құжаттарды арнайы машина сақтайды. Мұндай заманауи құрылғы ТМТ елдерінің ішінде бізде ғана бар. Мұнда құжат сақтау бөлмесінде ауа температурасы, бөлме ылғалдылығы барлығы өлшеніп отырады. Әрбір құжат екі нұсқада сақталады, және де бақылау және жұмыс нұсқасы болып екіге бөлінеді. Бақылаудағы құжатқа арнайы штрих-код қойылады. Штрих-кодта құжат кардекстің, яғни құжат сақтаушы машинаның қай сөресінде жатқандығы белгіленеді. Құжаттар саны жыл сайын көбеюде. Мөлшермен жыл сайынғы қорға 500 мыңдай құжат келіп түседі. Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры қабылданған стандарттар, техникалық экономикалық ақпарат жүктеуіштері және нормативтік техникалық құжаттар туралы ақпаратты қамтиды. Бірыңғай мемлекеттік қор мемлекеттік ақпараттық ресурс болып табылады. Сондықтан мемлекеттік стандартты тек қана Қазақстан Республикасының стандарттау және метрология комитеті бекіте алады. Мемлекеттік стандарт барлық мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындар үшін қолданылады. Единый государственный фонд нормативных технических документов является... Мұның құқықтық негізі Қазақстан Республикасының стандарттау туралы, сертификаттау туралы және өлшеу бірлікті қамтамасыз ету туралы заңдар құрайды. Техникалық заң шығарушы деңгейі жылдан жылға қорғау туралы актілермен толтырылып отырады. Өндірістердің дамуы нәтижесінде стандарттардың жүйесі техникалық заң шығарушы деңгеймен өлшенеді. Мемлекеттік стандарт қызметіне стандарттық және ғылыми зерттеудің орталықтарының атқарған жұмыстары кіреді. Әсер ету аймағына байланысты стандарттарды бірнеше сатыға бөлеміз. Салалық стандарт мемлекеттік стандарттау объектісі болып саналмайтын өнім түрлері үшін орнатылады. При разработке стандартов вообще сами национальные стандартты әзірлеуде көпшіліктің пікірі маңызды. Салалық стандартқа стандарттық норма, талап, ереже берілген саладағы өнім сапасын үлесімді қамтамасыз ету қажет. Кейде салалық стандарт мемлекеттік стандарттың шектелген көлемінде орналатылуы мүмкін. Бірақ ол мемлекеттік стандарт орнатқан өнім сапасы көрсеткіштерін төмендетпеу немесе нашарлатпауы қажет. Ол үшін орнатылған салалық стандарттағы параметрлік қатар өлшемі және басқа да стандартталған көрсеткіштері мемлекеттік стандарттарға толығымен сәйкес келу керек. Стандарттау жұмысының дара жолға қойылуы кәсіпорынның барлық салаларының жан-жақты дамуына қызмет етпек. На сегодняшний день наш институт проводит большую работу по разработке стандартов. Қазіргі таңда біздің институт стандарттау жұмыстарын атқаруда. Әсіресе кәсіпорындық стандарттау қоғамдағы өзекті сала. Кәсіпорындық ол еңбек өнімділікті жоғарылатуға, өнім сапасын жақсартуға, өзіндік құнды төмендетуге бағытталады. Және сол сияқты қабілетті кәсіпорынды ғылыми зерттеу жобалау немесе техникалық ұйымдардың бірлескен масштабын кәсіпорындық стандарттау дейміз. Стандарттың бұл түрі өзіндік мәні бар және мемлекеттік стандарттау
жүйесінің құрамдас бөлігі болып саналады. Кәсіпорындардың стандарттау унификациялау жолымен материалдарды техникалық қамтамасыз етуді жеңілдетеді. Кәсіпорындарды стандарттау жұмысының сипаттамасы өндірістегі өнімнің ерекшелігіне, сондай-ақ өнімді өндірудің көлеміне байланысты. Стандартталынған бақылаудың негізгі мақсаты мемлекеттік салалық және кәсіпорын стандарттарын өндіріске енгізу болып табылады. План стандартизации у нас принялся, разработались документы. Стандартталған бақылауда тексерілетін бірінші мәселе бақыланатын құжаттардың кешенділігі, ал екінші кезекте сызба жұмыстары және басқа да құжаттарды тіркеу дұрыстығы. Сызбалар міндетті құрамның мемлекеттік стандарттаудағы конструкторлық жұмыстардың бірлік жүйесін анықтайды. Қабылданған құжаттың көрсетілген талаптарға жауап беретіндігін арнайы бөлшектері түйіндері де тексерістен өтеді. Қазақстан Республикасы 2015-2019 жылдары аралығында инновациялық индустриялық даму мемлекеттік бағдарламасының аясында техникалық реттеу және метрология комитеті Қазақстан стандарттау және сертификаттау институтымен бірлесіп, еліміздің бар өңірінде техникалық реттеу саласындағы оқыту семинарын ұйымдастыруда. Еуразиялық экономикалық одақ аясында тек біздің елімізде өнеркәсіптегі әрбір сала қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мемлекет тарапынан кең қолдау табуда. Жасалып өткен жұмыстың маңыздылығын атап өткен зор, себебі осындай семинарлар барысында біліктілігін арттырып білім алған қызметкерлер әрмен қарай өз жұмыстарында алған білімдерін оңтайлы қолдануда. Бұдан бөлек жаңағыдай білім алған қызметкерлер Қазақстан Республикасының мемлекеттік және халықаралық стандарттарын жобаларын, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттердің жобаларын талқылауға белсенді атсалысуда. Бұдан басқа мемлекеттік стандарттау жоспарына өздерінің ойларын жеткізіп және жолдауда. Өздерінің жұмыс істейтін өнеркәсіп салаларында стандарттау бойынша техникалық комитеттер бар. Сол техникалық комитеттердің жұмыстарын жандандырып, оларды дамыта түсуге өздерінің үлестерін қосуда. Бірыңғай құжаттардың ережелерін жан-жақты ашып түсіндіру мақсатында Астанаға Еуразиялық экономикалық комиссиядан дәріскерлер шақырылып отырады. Семинар барысында техникалық реттеу саласындағы сұрақтар талқыланып, стандарттау, метрология, аккредитация, сапа менеджменті және сәйкестігін бағалау саласындағы жаңашылдықтар қарастырылады. Сондықтан қызметкерлер үшін семинардың маңыздылығы аса зор. Сондай-ақ әлеуметтік желі арқылы да бірқатар жұмыстар атқарылған. Қазіргі таңда аталмыш қордың жеке порталы бар. Это портал единого государственного фонда. Бұл нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорының порталы. Мұнда барлық ақпараттар бар. Ақпараттар тақырыптарына орай топтастырылып, әр бөлім жеке парақшалармен бөлінген. Порталға кірушілер мұна парақшаны жиі бақылайды. Ол стандарттарды онлайн жүйесінде қарауға арналған парақша. Мен сіздерге көрсетейін. Порталды қолдану қолайлы болу үшін мобильдік нұсқасы да бар. Сондай-ақ бұл порталды пайдаланушылардың бағдарлама жұмысына арналған тәуелсіз пікірлері де ескеріледі. Стандарт жобасының редакциясын әзірлеумен қатар, оның түсірілетін жазбасы және стандартты өз уақытысында жұмысқа енгізуді қамтамасыз етуші жоспарларды да қарастырамыз. Қазақстанның стандарттау және сертификаттау институты тексерістен өтетін кез келген затты сараптамаға алатын мүмкіндікке ие. Келесі жылы Қазақстан стандарттау және сертификаттау институтына 20 жыл толады. Институт техникалық реттеу және метрология комитеті ведомствосына қарайды. Облыс орталықтарында 16 филиалы бар. Институттың ең басты қызметі ұлттық стандарттар әзірлеу. Қарапайым халықтың бұл өндірілген өнім оның өміріне, денсаулығына ешбір қауіп туғызбау керек. Жоғарғы дүниежүзілік нормаларға сәйкес болу керек. Әркім тұтынушы, сіз де, біз де барлығымыз тұтынушымыз, киім де киеміз, өндірілген тамақ өнімдерін де қолданамыз, жасалған көлік пайдаланамыз. Одан қаса қызметтерге әзірленетін стандарттар бар. Халыққа қызмет көрсету, оның көңілінен табу үшін. Қазақстанның стандарттау және сертификаттау институты ел экономикасының артуына зор серпін береді. Еліміздің экономикалық стандарттау тұрғысынан қамтамасыз етудің негізгі элементі әртүрлі өлшеу облыстарындағы қолданылатын көрсеткіштердің дамуын көрсетеді. Қазақстанның стандарттау және сертификаттау институты тексерістен өтетін кез келген затты сараптамаға алатын мүмкіндікке ие.